келдіңіз. Рахмет. Бір құшақ гүлмен келдіңіз ғой. Мына гүл енді менен екен деп ойлап қалып жүрмеңіз құрсын. Мен сізден екен деп ойлап қалдым. Сіз ұстап костюмге киіп келгенге. Мен сізге не үшін гүл берем, Құдай-ау. Енді қыз болғаным үшін, әйел болғаным үшін. Сырттан енді бір кісі мен Айбек, сіздерде Әйгерім деген кейіпкер бар екен, сол кісіге мен бір құшақ гүл беріп жіберсем деді да, беріп жіберді. Мен емес, бірақ сырттан көрермен ба, жоқ сізге ғашық болып жүрген жан ба, білмедім оны. Мен де оны білмедім. Кімнен келгенін білесіз ба? Бір-екі рет негізінде пікірлерде, бір-екі рет емес, бір номерін сұрап жүрген адам болған, бірақ мен әрине мүлдем тіпті жауап берген жоқпын. Бірақ білмеймін енді, бір шын айтам білмеймін, рахмет, кім болса да. Гүл деген ең керемет сыйлық қой, әйел баласы үшін. Гүл көрмегеніңізге біраз болған ау. Жоқ, біраз болған жоқ. Сезімге беріліп отырсыз ғой. Біраз болған жоқ, бірақ бәрібірде күнде гүл алсаң да ол керемет ләззат алып келеді деп ойлаймын. Мен үшін ең керемет сыйлық гүл. Ешқандай да айфон емес, көлік емес. Гүл әйел баласы үшін ең керемет сыйлық деп ойлаймын. О, гүлмен шықты ғой дейді. Айбектен ойы бар сияқты мынаның дейді. Ондай ойламаңыздар. Жоқ, мен Айбек мырза бүйтіп табыстағансыз ойлап қалдым да. Мені біреу басқа біреуге алып келді екен деп, жаңағы тілшілердің. Соны сіз мені қалжыңдап жатыр ма деп ойладым. Жоқ, сырттан Айгерімге бере саласыз ба? Өтініш дегеннен кейін мен сол өтінішті ешкім қолына бермей, өзім алып келіп тапсырған ғой. Енді ол білмеймін, көрермен ба, сізді ұнатып жүрген біреу ма, оны бізге беймәлім. Енді сіздің өзіңіздің ішіңіз сезіп отқан сияқты. Жоқ, ішім сезіп отырған жоқ. Жоқ, айта салмаймын. Енді кім болса да, білмеймін, енді көрермен шығар деп ойлаймын бір. Апаң дәмі зор ғой дейді, Айбекке майысып қоя дейді, жырпылдамай отырмай ма, байы бар келіншек қой дейді. Жоқ, көрермендер олай ойламаңыздар, Айбек мырзаның отбасы бар. Мен жай ойлап қалдым да, енді сіз маған қалжыңдап жатыр екен деп. Менің отбасым бар екен, қаяқтан білесіз. Әйгерім, қызғалдаққа жаным ашушы еді де, ендігісі орынсыз дейді. Ержан көзің құртсын дейді. Ха-ха-ха, Айбекке деген не деген сөз. Сол ғой қазіргі отырысы да түсінбедім. Айгерім, енді сіздің бәрі күйеуіңізді сұрап, күйеуіңізге қатысты сұрақтар қойып жатыр. Енді біз Айгерім бұл жерге күйеуімен емес, басқа мәселесімен келгеннен кейін жеке басына қатысты, күйеуіне қатысты, балаларына қатысты біз ештеңе деп айта алмаймыз. Өйткені өз өмірі өзі біледі. Сондықтан біз оған араласуға әрине құқығымыз жоқ. Егер де бір қандай да бір ренжіспей қойсын, әрине күйеумен ренжісіп келетін болса, онда міндетті түрде күйеу жайында сұрақ қоятын едік. Бірақ қазір мәселе күйеу жайында болмағаннан кейін біз енді оған құқығымыз жоқ, жеке басына тиіспей қояйық. Бай жоқ оның дейді бірақ. Жоқ, мен күйеуімді араластырғым келмейтіні бұл мәселеге. Менің анам келді ғой 2 рет эфирге. Екінші рет келген кезінде неше түрлі пікірлер кетті. Анасы екеуі ақша алып алған, алаяқтар, бір нәрсе деген. Аудитория 2-ге бөлінді. Мені қолдаушылар және мені даттаушылар болып. Сондықтан мен өзім эфирға үйрендім, шынымды айтсам. Неше түрлі пікірге үйрендім. Кез келген пікірді көтере аламын мен. Ешқайсысы үшін басымды қатырмаймын. Менде, білесіз бе, Айбек мырза, осы 4 айдың ішінде иммунитет пайда болды да пікірлерге. Ал менің анам толып жатсыз ба иммунитеттің кәдімгі? Иә, мен кез келген пікірді көтере аламын, шын айтам. Ол айтқан адам өзін жазасын өзі алады. Ал бірақ менің анам 10 күн ауырды. Сол эфирдан кейін сол неше түрлі сөздерді естіп, мама оқымай қойсайшы десем, бірақ оқиды ол. Сөйтіп 10 күн ауырып, мен тіпті қатты қорықтым. Сөйтіп мен енді ешқандай отбасымды жақсы болсын, не қылмаймын деп. Аман болсын, араластырмаймын деп шештім. Жақсы, оған біз келісеміз. Рахмет.